Міне мынандай осындай басканы құрастыратын боламыз. Бірінші бетте үлгісі, екінші беттен бастап мына жерде өзі мына 1-8 парақ деп тұр. Бізде общий 8 парақ. Осы 8 парақты бір-біріне құрастырып шығамыз. Екі парақты бір-біріне біріктірген кезде мына аралықтағы үшбұрыштар бір-біріне бірігуі қажет. Мына жерде былай, келесінде осылай. Астыңғы жағындағына біріктірген кезде, міне мынау астындағы мына үшбұрыштар бір-біріне бірігуі қажет. Келесін жапсырған кезде, мына екі шеттегі үшбұрыш бір-біріне келу қажет. Ал мынау артық болып тұрған жерлердің барлығын кесіп алып тастаймыз. Міне осылайна полностью құрастырып алдық. Енді мынаның жиегінің барлығын айналдыра қырқып шығатын боламыз, белдігін де өзінде. Батадан пішкен кезде осылай шетін айналдыра кесіп аламыз. Бір шеті тұтас болу қажет. Осында екі дана пішіп аламыз. Яғни біреуі негізгі, біреуі астарлық мата ретінде. Мен андатонның матадан тіккендіктен екеуінде бір матадан кесіп алдым. Жиегінің барлығын осылай 1 см арақашықтан айналдырып тігіп шығамыз. Одан кейін бұрыштарының барлығын кесеміз. Сосын оң бетіне аударып, осылай үтіктегенде бұрыштарының барлығы аккуратно болып шығу қажет. Сосын белдігін алдыңғы видеода қалай көрсеттім, тура солай тіге саламыз. Басқа тігу негізі оңай. Дәл осы басқаны мынау алдыңғы жағына келтіруге де болады, немесе артқы жағына осылай келтіріп, алдынан байланатын етіп жасауға да болады. Бұның да алдына люверсе қадалынады. Сосын однотонный түстен жасағаннан кейін бұны тастармен әшекейлеймін деп отырмын. Толық видеосын дайын болғаннан кейін тағы да бөлсем. Тура осы жерге люверсе қадап, баумен түсіретін боламыз. Ал мына төменгі жақтарға шашақ түсіруге болады. Этно неше түрлі тастармен сәндеуге болады. Әркім енді өзінің фантазиясына қарай жасай берсеңіздер болады. Екінші вариантын көрсетем. Ол кезде тура осылай алдыңғы жағын тұтас келтіріп, артқы жағына байланатын артқы жағына жіберуге де болады. Кімге қалай ұнайды, солай жасай берсеңіздер болады.